Саламатсыңдар ма оқушылар? Біз сабағымызды бастамас бұрын бір-бірімізге жақсы бір тілегімізді арнайық, иә? Ал оқушылар бүгінгі сабаққа барлықтарына сәттілік тілеймін. Ал кәніге бәріміз бірдей сәттілік. Ал енді оқушылар біз топқа бөлініп алайық. Алдымызда сиқырлы қалпақ әдісі, осы сиқырлы қалпақ әдісі бойынша 3 топқа бөлейік, иә? Тағы да сиқырлы қалпаққа жүгінейік, иә? Кәнеке қараймыз. Балым, Азамат, Әсем, Жансел, Ұлжан. Қалған 5 оқушы бізге 3-ші топқа барамыз. Кәнеке, жақсы. Қандай тапсырма берілген еді? 31-ші параграф. Қазақстандағы 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының себептері, салдары мен барысы. Өте жақсы. Ал екінші сұрақты көрейік. 1986 жылғы 17 желтоқсанда Алматы қаласының студенттері мен жұмысшыларының қатысуы қандай сипатта болды? Екінші топ. Ал кәнеке бізге ендігі сұрақ 3 топқа ортақ, иә? Алаңдағы жағдайды тоқтатуға кім келіп іске қосады? Ал сізде орайдан екен осы сұраққа ең бірінші қол көтерген еді, кәнеке. Операцияны іске асыру барысында милиция және ішкі әскер тартылған болатын. Өте жақсы. Ал оқушылар, бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбын бастамас бұрын біздің Мұхтар Шаханов ағамыздың осы желтоқсан оқиғасына байланысты шығарған желтоқсан алаңы деген өлеңіне қысқа кішкене мән беріп тыңдайық, иә? Желтоқсанда азғырықтан тітіркеніп көкпен бел, бұл жер қалқан асқақ рух жарылысы өткен жер. Қайта оянған ұлт намысы қызыл қанға бөккен жер. Ертесеген ару қызды шаштан сүйреп тепкен жер. Қазақстандағы 1986 жылғы желтоқсан оқиғалары. Біздің бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының тарихи маңыздылығына баға беру, әміршіл әкімшіл саясатқа қарсы халық наразылықтарын салыстырып талдау болып табылады. Енді ал оқушылар бүгінгі жаңа сабағымызда осы 1986 жылғы желтоқсан айындағы Алматы қаласында Әл-Фараби жаңа алаңында өтілген үлкен шеру болған тұғын. Осы Алматыда өтілген желтоқсан оқиғасының орталық басылымдары, басқа да ақпараттық құралдарымыз бұл шеруді не деді? Бұл ұшындардың, бұзақылар мен нашақорлардың қоғамдық тәртіпті әрекеті деп жариялай бастады. Бірақ бұл кезеңдегі шеру тек қана қандай шеру болады деп ойлады? Бейбіт шеру болады деп ойлаған болатын жастарымыз. Бірақ бұл нәрсе бейбіт шерумен аяқталған жоқ. Бұл бейбіт шерудің соңы үлкен қасіретті қайғылы оқиғаға ұласқан болатын.
Енді жаңа да біз сабағымызды бастаған кезде Мұхтар Шаханов атамыздың өлеңімен бастаған болатынбыз. Осы Мұхтар Шаханов атамыз осы 86 жылғы желтоқсан оқиғасын өте көп қорғаған кісі. Бұл Мұхтар Шаханов өзінің жаңа комиссия құрып, комиссияның қорытындысы бойынша сол күндері 8500 адамның қамауға алынғандығы туралы мәлімет береді. Соның ішінде 1720 адам естіген, жарақат алған, 110 адам сотталып кеткен. Олардың ішінде біздің осы желтоқсан оқиғасы туралы жаңағы әр жылда желтоқсанға байланысты көптеген іс-шара атқарғанда біз ең бірінші еске алатынымыз кім? Қайрат Рысқұлбеков және де Мырзағұл Әбдіқұлов. Бұл екеуі бір абақтыда бір неде отырған болатын. Және де Ербол Сыпатаев, Ләззат Асанова, Сабира Мұхамеджановалар болатын. Жаңа видеода да біз көрдік, осы Сабира, Ләззат Асановалардың ортада, жаңағы шерудің ортасында жалындап келе жатқан жерін көзіміз шалған болатын. Енді осы Қайрат Рысқұлбековке қандай жауап тағылды? Яғни оны жасақшыны өлтірді деген айып тағылған болатын. Оны өлім жазасына кесіп, кейіннен қайтадан оны 20 жылға бас бостандығынан айыру деген жазаны ұсынды. Енді осы желтоқсан оқиғасының тарихи маңыздарына тоқтала кетейік. Бұл тарихи маңыздарының біріншіден қазақ халқының ұлттық тәуелсіздігін арттыруға ерекше ықпал етті. Және де қазақтың сана сезімін, ұлттық мақтаныш пен тәуелсіздік туралы түсінігін түбірімен естеді, өзгертті. 2006 жылдың қыркүйегінде президенттің жаңа желтоқсан көтерілісінің 20 жылдығына орай ресми түрде тәуелсіздік таңы атты жиын ашылды. Осы Қайрат Рысқұлбековке 1996 жылдың 9 желтоқсанда еліміздің ең жоғары наградасы халық қаһарманы атағы берілген болатын. Ал оқушылар, мынау сендерге тапсырма, алдымыздағы постерлік жұмысты бастаймыз. Бізге топтық тапсырмалар, бірінші тапсырма төменде берілген ақпараттардың ақиқат немесе жалған екенін анықтайық деп. Жалпы 5 бар. Мына жерде 5 сұрақ қойылған, ақиқат жалған. Соны 1, 2, 3 деп постерде жазып, және жалған ақиқат екендігін сол неге белгілеп шығамыз. Ал 3 топтан 3 оқушы жауап беруге ортаға шығайық. Әнекей бірінші топтан Диас, екінші топтан Азамат, үшінші топтан Елдос. Кәдімгі жігіттер шығарып. Ал оқиға бірінші желтоқсан оқиғасы 1996 жылы болды. Жалған. Өте дұрыс. Жастардың ұрандарының бірі тіліміз жоғалмасын, жеріміз тоналмасын болады. Ақиқат. Үшінші, бірінші сатысы желтоқсанның 17-ден 18-ге дейінгі уақыт. Негізі қай уақыттен? 16-ден 17-ден. Әнеке ал екінші тапсырма топтық жұмыс. Мұқият қараймыз, төменде берілген тестен толтырыңыз дейді. Бұрыннан білемін, жаңа ақпарат менің ойлағаныма келеді. Қайшы келсе алмаймын, білгім келеді. Қай тақырып бойынша? Бүгінгі 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы бойынша. Бұрыннан білетін бір оқиғаны жазасың. Жаңа ақпарат, бүгін қандай ақпарат алдың? Менің ойлағаныма қайшы керек, қайшы кереғар, қайшы. Егер саған ешқандай нәрсе қайшы болмаса, ешқандай қарсылығым жоқ. Ал келсе алмаймын, білгім келеді десеңдер, оған да өз ойларыңды жазып шығыңдар. Ал басталды. Қанекей, постерлік жұмысты аяқтаған болсақ, қорғауды бастайық. Қай топ болды? Үшінші топ болған екен, кәнекей, үшінші топ өз жұмысын қорғасын. Ал бірінші топ өздеріне берілген тапсырма бойынша бұрыннан білемін ке қандай мәлімет жаздық? Яғни біз бұрыннан білетініміз Қайрат Рысқұлбековтың және де Ләззат Асанованың, Сабира Мұхамеджанованың, Мырзағұл Әбдіқұл қазақтың жігіттері мен қыздарының желтоқсан оқиғасына қатысқанын бұрыннан білеміз. Жақсы. Екінші
Жаңа ақпарат. Желтоқсан оқиғасының себептері. Желтоқсан кітабындағы Қайрат Рысқұлбековтың хаттарында не жазылғанын білгіміз келеді. Өте жақсы. Отырамыз. Әрке үшінші топ өзінің жұмысын орталап шықсын. Ал бүгінгі тапсырмадағы бұрыннан білемін бөліміне не жазып келдік? Желтоқсан оқиғасы 1986 жылы болған білемін. Ал жаңа ақпаратқа не мәлімет алып келдік? Мұхтар Шахановтан желтоқсан алаңы өлеңін тыңдадық. Менің ойлағаныма келер қайшы? Мен бұрын тек қамауға алады деп ойлайтынмын, бірақ оларды сквалкаға салып, сыртқа тастап, жындыханаға апарып, жынды деп айыптап, кінәсіз адамдарды өлім жазасына дейін кесуге дейін барған. Ал келісе алмаймын, білгім келеді бөліміне не жазды? Желтоқсан оқиғасы туралы білмейтін ақпараттарымды толық білгім келеді. Желтоқсан оқиғасы Кеңес одағының күйреуіне қаншалықты әсер етті? Өте жақсы. Ал оқушылар, мынау сендерге тапсырма алдымыздағы постерлік жұмысты бастаймыз. Бізге топтық тапсырмалар, бірінші тапсырма төменде берілген ақпараттардың ақиқат немесе жалған екенін анықтайық деді. Жалпы 5 бар. Мына жерде 5 сұрақ қойылған, ақиқат жалған. Соны 1, 2, 3 деп постерде жазып, және жалған ақиқат екендігін қасы сол неге белгілеп шығамыз. Ал оқушылар жаңа сіздердің алдарыңызға өзін-өзі бағалау парағы тапсырылған болады. Сол өзін-өзі бағалау парағын өздеріңді қаншалықты сабаққа қатыстыңдар, сол бойынша өздеріңді бағалап шығыңдар. Мен бүгінгі сабақ жақсы түсіндім, өзімді 7-ге бағаладым. Жақсы. Тағы кім өзін-өзі бағалау айтады? Мен өзімді 9 балға бағаладым, және мен сабақты өте жақсы түсіндім. Өте жақсы. Ал оқушылар бүгінгі сабақ аяқталды. Біз үйге тапсырма бүгінгі өтілген тақырып 32-ші параграфке толықтай дәптерге конспектті жазамыз. Және біздің кітаптың артындағы берілген QR-кодтағы тапсырманы орындап дәптерге жазып келеміз. Түсінікті ғой, ал сау болыңдар.